Саламатсыз ба? Керемет. Саламатсыз ба? Мен эфирді бастай қояйын. Ал бәріңізге сәлем бердім. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тіледім. Әдеттегіше ораза 30 күн оразада қолымыздан бір іс келсін деп осындай прямой эфирлер, тікелей эфирлер жүріп жатыр. Үйреніп білесіздер деп ойлаймын. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз көп адам біліп жатады. Енді бисмиллахи рахмани рахим кез келген істі бастайтын кезде біз айтамыз, оны білеміз. Одан бөлек қазіргі таңда көп адамнан білеміз, жаңа машаллах, аллаху акбар, астағфираллах деп айту керексің, манша деп айту керексің деген сияқты. Қазір көптеген сөздерді бір адамнан естіп жүреміз, біреуіміз үрке қараймыз, біреуіміз былай қараймыз. Біреу в теме жүру үшін айтатын сияқты, осының негізінде деп қараймыз, иә. Жалпы бүгінгі біздің енді бүгінгі эфирде осы сөздерге кеңінен тоқталатын боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Ихсан мешітінің имамы Ардақ Жұманбекұлы. Енді ең алдымен жалпы ең бірінші Рамазан айындағы уақытты қалай тиімді пайдалану керек, соны тоқталсақ, содан кейін барып жаңағы сөздердің мән мағынасына тоқталатын болсақ. Сөз кезегі өзіңізде, эфирді бастайық. Бисмиллах, алхамдулиллах, уассалату вассаламу аля расулилlah, ма ба'д. Ассаламу алейкум баршаңызға. Қасиетті Рамазан айы баршамызға құтты болсын. Ұстап жатқан оразаларымыз, ниеттеріміз Алла қабыл етсін. Қасиетті Рамазан айында біз уақытымызды қалай тиімді пайдалануымыз керек. Не үшін уақытты? Өйткені бұл айда дұғалардың, құлшылықтардың, тілектердің қабыл болатын айы. Сондықтан осы қабыл болатын айдың берекетінен, сауабынан махрұм қалмас үшін біз уақытымызды тиімді пайдаланған абзал. Мысалға, біз күніге тек қана 5 уақыт намазбен оқумен шектелген болсақ, бұл айда соған қосымша нәпіл құлшылықтар, түнгі құлшылықтар, тахаджуд айтылады. Одан бөлек күндізгі духа намаздары, осы секілді құлшылықтарды, нәпіл амалдарды біз қосуымыз керек екен. Одан кейін екінші Құран оқуды көбейту. Мысалға біз бұған дейін Құран оқуды күніге бір рет Құран оқуға уақытымыз бола ма, болмай ма, немесе кейде аптасына бір мәрте, айда бір мәрте сондай Құран оқып жүргендер болса, бұл айда мүмкін дегенше күніге Құраннан өзіне жоспарлап, Рамазанның соңына дейін 30 күнде 30 параны бітіремін. Яғни Құранның басына аяғына дейін оқып болсын, немесе оқып жатқан адамның қасынан тыңдап болсын, мен бітірейін деген бір адам жоспарлап ниеттенетін болса, бұның өзі үлкен сауап. Күнімізде қазір әрбір мешіттің жанында осындай онлайн немесе тікелей мешітке барып Құран оқуға, соған қатысуға болады. Күндіз сағат 12-де басталады. Күндізгі хатым ыңғай бар адам жаңа өзінің телефондан тікелей отырып Құран тыңдауға болады. Үйінде өзі Құран ашып отырып, немесе кешке бізде қазір барлық мешітте тарауих намазын хатыммен өткізеді. Яғни Құранның 30 парасын күніге бір парадан өткізіп жатыр. Осы тарауих намазына қатысу арқылы Рамазан айын Құран тыңдау арқылы өткізген болады. Бұның өзі үлкен сауапты амалдардың бірі. Одан кейін үшінші нәрсе, Рамазан айында біз енді баршамыз ораза ұстап жатырмыз. Осы оразаның сауабынан махрұм қалмау үшін, осы оразаны біз қалай өткізіп жатырмыз? Қаншалықты дәрежеде Рамазан айында ішіп жеуден тыйылған секілді рухани жан дүниемізді тыйып жатырмыз ба? Яғни біреудің артынан өсек айтудан, сөз тасудан, адамдардың арасына от салудан, арасына іріткі салу, осы секілді жайттардан егер біз бұл айда толығымен арылатын болсақ, онда біз айтқанда Рамазан айында сауабымызға толық ие боламыз деп айта аламыз сенімді түрде. Өйткені егер осы секілді жаңағы жаман пиғылдардан, жаман істерден, өсек тасу секілді нәрселерден егер біз арылмайтын болсақ, біз таңдан кешке тек қана құр аш жүргеннен боламыз да, сауаптан бәрін махрұм қалады екенбіз. Сондықтан бұл айдағы ең маңызды нәрсе адамның ішкі жан дүниесі де өте маңызды екен. Қалай таңдан кешке дейін аузы берік жүрген болса, ішіп жеуден тыйылған болса, дәл сол секілді жүрегімізде, ойымызда, көзімізде жаман ойлардан, ниеттерден барынша сақ болу керек екен. Өйткені кейде осы жаман ойдың өзі үлкен күнәні қатарына апарады. Үлкен күнә. Мысалға, жаман ойдың бірі рия жасау. Біреу көрсін деп, мен ораза ұстап жатқанымды ешкім білмейді, жай сөзіммен білдірейін деген секілді ойлар, бұның өзі үлкен күнә. Не үшін күнә? Өйткені біз Алланың беретін сауабын аз көріп, адамдардың да мақтауын қалап тұрмыз да. Көрдіңіз бе? Осы жерде бұлар үлкен күнә санады деген. Сондықтан жаман ойлардан бар сақ болу керек. Екінші тағы бір жаман ойдың бірі, бір кісіні өзіміздің төмен санау, немесе өзімізді адамдардан жоғары көру. Мен одан мықтымын, одан мен осындай жерім артық деген секілді адамдардан өзімізді артық көру. Бұл артық көрудің түбінде не бар? Яғни тәкаппарлық бар. Тәкаппарлану, мақтану өзіңдесімен, болмысымен.
Сондықтан осындай секілді ішіміздегі жаман пиғылдардан, ойлардан біз толығынша арылмайынша, толығымен сақтанбайынша, олардың да тыйылмайынша біз жаңағы Рамазан айын сауабынан кейде махрұм қалуымыз мүмкін екен. Сондықтан Рамазан айында уақытымызды, күнімізді тиімді пайдалану жолдарының бірі осындай заттардан, іс-әрекеттерден барсақ болу керек екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айы келген кезде немен шұғылданған екен? Мысалы, осыны бір айта кетейік. Ғалымдарымыз айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айы келген кезде ең жасайтын амалдардың бірі бұл құлшылықтарын арттыру, намаздарын. Екінші жасайтын амалы Құранға байлану, Құранды көп оқу. Яғни Құранды Жәбірайыл мен алейхиссаламмен Құранды бірге қайталау. Яғни бізді бұны мұқабала деп айтамыз. Қазір күнімізде мешіттерде күндізгі хатым бар ғой. Яғни қари қайталайды, артынан жамағат оны тыңдап отырады, Құранды ашып. Осы мұқабала. Яғни біреу оқыған кезде екінші тыңдап отыру. Яғни пайғамбарымыз Рамазан айында Жәбірайыл періштемен осы нәрсені көп қайталаған екен. Яғни пайғамбарымыз Құранды тыңдайды, Жәбірайыл періште оқиды, кезектесіп осы Құранды қайталаған екен. Осы үрдіс бойынша күнімізде барлық мешітте осы үрдіс жалғасып жатыр. Үшінші нәрсе, осы Рамазан айында адам баласы күнделікті өзіне бір ізгі амалдарды белгілеу. Мысалға, мен осында күніге бір қайырымдылық жасаймын, күніге садақа беріп тұрамын, күніге бір мұқтаждың қарнын тойдырып тұрамын деген секілді жақсы амалдарды өзіне бір әдетке айналдыру Рамазан айында. Пайғамбарымыз хадисінде айтылады, пайғамбарымыз негізі өзі жомарт кісі, бірақ Рамазан айы келген кезде оның жомарттығында шек жоқ дейді. Яғни не нәрсе болса, ең бірінші соны қолынан таратуға, мұқтаждарды тойдыруға, олардың көңілін аулауға тырысып тұратын еді дейді. Сондықтан қасиетті айда осындай амалдарға барынша көңілді бөлген дұрыс осы айда. Жаңағы айтқаныңыз өте құнды ақпарат болды. Яғни сен өзің Құран тыңдай оқи алмасаң да, жаңағы Құранды тыңдап отырудың өзі саған сауап. Өйткені сол үшін онлайн қылып жатыр. Яғни ел тыңдауына мүмкіндік берейік деп. Оны қай жерлерден көре алады? Мен бұрын мысалы үшін бұл туралы естімеппін. Оны қазір сөзіңіз бөліп жатыр. Мына Иманғали орталық мешітінің парақшасында Ерболат Бұхаров имам ұстаз өзінің парақшасында тікелей шығып жатыр, сол мешіттің қызметкері. Одан кейін осы секілді Анашым мешіті бар, Қажымұқан Мұңайтпас мешіті бар, сосын қаладағы тағы бір Құспан молла мешіті бар. Осы секілді мешіттер бұл мешіттің парақшасында тікелей осы шығып Құран оқытып жатыр. Оның арнайы уақыттар бар ма, әлде қалай? Сағат 12-де 12:30 басталады. 5-тен алдын 1 сағат көлемінде. Түсінікті, өте күшті не болды, ақпарат болды. Енді біз негізгі дұрыс пайдалануымыздың белгісін айтып тастадық ғой жаңа. Осының ішіне қарапайым кітап оқуда кіреді ғой, мысалы белгілі бір амалды айттыңыз ғой жаңағы. Бірінші құлшылығыңыз жақсы болу керек, одан кейін Құранға байлану керек. Жақсы амал, бір жақсы амал, мысалы біреуді тамақтандырамын дедіңіз. Осының ішіне кітап оқу, қазір өте қойып кетуге болатын сияқты, танып білу деген мақсатта. Енді қазір жастарымыз дінге қызығушылық артып жатыр. Сондықтан осы Рамазан айында дінді дұрыс білу үшін, дұрыс түсіну үшін, дұрыс ақпарат алу үшін кітап оқуына болады. Әрине кітап оқу керек. Біз анау діни мағлұматтары тек қана әлеуметтік желіден емес, ютубтан емес, негізгі қайнар көздердің бірі қазір мұсылмандар діни басқармасының арнайы қымтб басылған баспалар бар. 43 баспа кітап шықты. 43 кітап қазір діни басқарманың баспасынан. Осы кітаптар қазір сатылуда, өзі рұқсат етілген желілер бар. Иманғали мешітінің жанында дүкендерінде деген секілді, Құспан молла мешітінің дүкендерінде, базарда тағы бір орындар бар. Арнайы осы дінді үйренемін, толық түсінгім келеді деген жастар болатын болса, сол кітаптан оқыған дұрыс, түсінбеген жерлерін және сол имамдардан, ұстаздардан барып түсінген абзал. Рахмет. Енді қымбатты көрермен, егер сіздің сұрағыңыз болып жатса, осы жерге комментарийге жазып кетіңіз. Міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Комментарийге астына жазып кетсеңіздер болады. Енді сұрағымызды жалғастырайық. Жаңағы жарнамада да айттық, ақпараттарда да айттық, жаңа қазіргі айтып жатқан сөздерге тоқталайықшы. Енді ең әуелі басында бисмилля деп айттыңыз ғой. Бисмилля өзі істің басы. Пайғамбарымыздың хадисінде, Алла сәлем мен салауат болсын, ол кісіге әрбір істі бисмиллямен бастауды бізге әмір бұйырады. Өйткені бисмиллямен басталған істе ол береке бар, және ол іс аяқталады. Өйткені біз мынандай білеміз ғой. Аллах Тағала қасиетті Құран кәрім түсіндірген кезде айтады, біз адамдар мен жындарды өзіме құлшылық қылу үшін жараттым дейді. Яғни бұл не деген сөз? Бізден басқа бір әлем де бар. Жындар әлемі. Осы жындар әлеміне де пайғамбарымыз оларға да пайғамбар болып келген.
жындардың да мұсылмандары бар, жындардың да адамға тигізетін, зиян беретін жындар да бар. Мұсылман еместер де бар. Кейде біз айтамыз, көп естиміз бұрынғылардан, жын қақты, жын тиді деп айтамыз мысалға. Мысалға кейде адам баласы мұсырлар, қоқыс нелеріне үйілген жандарында кешке қарай солар басып кетуі мүмкін, немесе дәрет сындыруы мүмкін, немесе күн батып жатқан кезде бұрын білесіздер ғой, ата-аналарымыз күн батты қайтыңдар үйге кір деп айтады мысалға. Осы күн батқан уақытта жындардың шығатын уақыт екен, күннің батып жатқан уақыттарында мысалға, жындардың жүретін уақыттары. Сосын да далада жатқан сүйектер, малдың сүйектерін бізде тастамайды десті. Малдың сүйектерін бәрін жинап, оны арнайы қоқысқа тастайды. Малдың сүйектері бұлар жындардың азықтары мысалға. Осы секілді заттардан біз барынша сақтануымыз керек, жындардың азығынан сақтануымыз керек деген секілді. Оларды біз қалай сақтанамыз? Хадис айтады, кімді кім үйіне кіретін кезде әуелі бисмиллахты айтып кірсін, және оң аяғымен кірсін дейді. Сонда ол үйіне кірген кезде тек қана жалғыз өзі кіреді дейді. Ал егер бисмиллахты айтпаса, онда оның үйіне қонысатын шайтандар, жындар бірге ілесіп кіреді дейді. Егер бисмиллахты айтпаса. Яғни шайтандар шақырады екен. Бүгінгі бізге азық табылды. Пәленшенің үйі бізге бүгін азық қонатын қоныс деп айтады екен. Сондықтан үйге кіретін кезде біздің қазақ әрдайым осындай нелерді бисмиллахты тастамаған. Кез келген затта іс бастайтын кезде бисмиллах айтатын болған. Тек қана әжетханаға кіретін кезде бұл сөз айтылмайды. Қалған жердің барлығында бұл сөз айтылады екен. Бисмиллахмен бастаймыз. Үйден шығып жатсақ та, жұмысқа шығып жатсақ та бисмиллахты айтып, сонда біздің ісіміз батқанда берекелі және аяқталуы жеңіл болады екен. Сондықтан бисмиллах бұл біздің ең үлкен жетістікке жетуімізге себепші болатын, айтқанда Алланы еске алу. Яғни Рахман, Рахим, мейірімді болған Алланың атымен бастаймын. Алладан жәрдем сұрау, Алланың көркем есімдерімен істі бастау. Бисмиллах. Сондықтан біздің аузымызда айтқанда зікірлердің ең үлкені бисмиллах. Зікір дегеніміз Алланы еске алу деген сөз. Зікір деген сөз мағынасы. Сондықтан ең үлкен зікір осы бисмиллах. Алланың атымен бастаймын. Мысалға ең қарапайым нәрсе, мынау үйде мал соятын кезде, мал бауыздайтын кезде ең әуелі осы сөзді айтуымыз керек екен. Бисмиллах, Аллаху акбар. Егер бұл сөз айтылмай біз малды шалатын болсақ, онда ол малдың еті адал болмай қалады. Егер біреу әдейі осы бисмиллахты айтпай малды шалатын болса, ол малдың етін жеуі болмайды екен. Шариғат тыйым салған. Өйткені неге? Ол мал адал емес. Сондықтан бұл сөз өте маңызды сөз. Әрбір кісі бұл сөзді өзінің бойында іс бастайтын кезде әдетке айналдырған абзал. Бұл сөзді. Бұл сөзді қай кезде айтамыз бисмиллахты? Кез келген уақытта, кез келген іс бастайсыз ба, немесе таңертең жұмысқа үйден шығатын кезде, жұмыстан үйге кіретін кезде, мысалы жаңа хадистің соңында айтады, үйге кірдік қой, бисмиллахты айтып, оң аяқпен. Сонда екінші амал үй иесіне сәлем бер дейді. Ол тіпті өзіміздің үй болса да. Үйімізде кім бар? Үйде бала шаға бар, үйде жұбайымыз бар. Сол үйге сәлем береміз. Ассаламу алейкум деп. Яғни бұл не деген сөз? Алланың рахымы, сәлемі саған болсын. Алладан жақсылық тілеу. Яғни сіз үйіңіздегі бала шағаңызға, отбасыңызға Алладан жақсы тілек тілеп оларға. Бұл екінші жаңа үйге кіргеннен кейінгі амал. Сонда сіздің үйіңізге ешқандай жын шайтан кірмейді екен ол үйге. Бұл айтылған үйге. Сондықтан үйімізді осындай Алланың кәламмен, Құрандарды қою арқылы, үйімізге әрдайым бисмиллахты айтып кіру арқылы осы үйімізді таза ұстауымыз керек екен. Сонда жын шайтандар бізге ешқандай зиян бере алмайды екен. Енді мынандай жағдай болса, мысалы үшін енді бір үйдің бір келіні дейік та, мысалы үшін егер ата енесі басқа адамдар енді бұны білмейді, аса қатты дінге қатты бір сауаты жоқ, просто кіріп шығып жатыр, бірақ үйде бір-ақ қана адам тап сол сөзді айтып кіреді. Мысалы үшін мен мысалы үшін деймін, бір адам тыңдады, сол бір ғана адам айтады, үйіндегі бәленбай адам айтпай ақ та кіріп жатыр, былай қарап тұрсаң. Осыны көмек деп түсінуге болады, демек бір айту жеткілікті. Айтса, өйткені бұл айтылған жерден олар қашады екен. Олар қашады айтылған жерден. Олар Алланың есімі ұлықталса, Алланың атымен басталса, олар ол жерден қашады. Мысалы айтады, тіпті біз ас ішеміз ғой, ас ішкен кезде де бисмиллах айтып ішеміз. Сонда ол тамақ тойымды болады екен, адамға сіңімді болады екен. Ал оны айтпаса, ол адам тоймайды. Тағы да жей берсе, қарны тоймаған секілді болады да, қарны. Өйткені неге? Оның асында ортақ болып жатады деген сөз айтқанда. Сондықтан хадисте айтады, тамақты бастайтын кезде әуелі бисмиллахмен, сосын оң қолмен. Мүмкін болса, одан кейін енді күнімізде енді қасықпен жейміз, вилкамен жейміз. Ал енді үй жағдайында мүмкін болса, қолмен жеу. Яғни тамақты қолмен жеу, және оны тазалап, тамақты салған тамақты бітіріп қойуға тырысуымыз керек екен. Өйткені сол тамақты бітіру
оны ары қарай неге төкпеу керек екен. Саған кезімізде бітіре алатын тамақ салуымыз керек өзімізге, бітіре алатын тамақты. Ал оны бітіре алмайтындай салып алып, кейін оны мусорға төгуге, бұл ысырапшылыққа апарады да. Қандай керемет ақпараттар айттыңыз. Рахмет. Енді жаңағы ретіретімен келетін болсақ, одан кейінгі айтатын Аллаху акбар да жаңа сіз тоқталып өткеніңіз. Екінші Аллаху акбар деп келеміз. Бұл жайында пайғамбар хадисі бар. Бірде пайғамбарымызға Мәдина қаласындағы жағдайы төмен, мұқтаж кісілер келеді. Уа Алланың елшісі, мынау жағдайы бар бай бағландар бізден озып кетті. Олар біз секілді намаз оқиды, біз секілді ораза ұстайды. Бірақ олар мал мүліктері бар, зекет береді. Мал мүліктері бар, қайырлы жасайды. Біз олар жасай алмаймыз. Олар секілді сауапқа жете алмай жатырық. Біз не істеуіміз керек деп. Сонда пайғамбарымыз оларға бір сөз үйретеді. Сендерге мына нәрсені үйретейін. Олар оны білмейінше сендер олардан жоғары боласыңдар дейді. Олар секілді үлкен сауап аласыңдар дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, сендер әр намаздан кейін 33 мәрте субханалла, 33 мәрте альхамдулилля, 33 мәрте Аллаху акбар деп осыны айтып, 100-ші рет ла иляха иллаллах деген сөзінің дұғасы бар. Осыны айтсаңдар, ол сендерге үлкен сауап, және жаңағы кісілерден де сендер асып түсесіңдер дейді. Осыны біз әрдайым 5 уақыт намазда орындаймыз күнделікті өмірімізде. Бір күні жаңағы мұқтаждар тағы да келеді пайғамбарымыз алдына. Уа Алланың елшісі, сіздің бізге үйреткен жаңағы зікіріңізді енді байлар да үйреніп алды. Олар да жасап жатыр. Біз не істейміз деп. Сонда Алла айтады, енді бұл Алланың мейірімі дейді, әркімге берген. Алла тағала біреуге дүние беріп сынайды, біреуге дүние бермей сынайды. Яғни Алланың бұл жерде мейірімі, кеңшілігі. Сондықтан оларды осылай пайғамбарымыз ары қарай жұбатып түсіндіріп жіберген екен. Демек, бұл осы біздің Аллаху акбар, субханалла, яғни альхамду деген сөзіміз, былай айтқанда зікір. Яғни Алланы еске алу, Алланы мадақтау, ұлықтау. Ал енді бұл сөздердің жеке енді мағынасы отырсақ, қандай мағына береді? Мысалға, Аллаху акбар. Аллаху акбар деген сөз Алла ұлық. Алла тағаланы ұлықтау. Алла тағала бәрінен жоғары деген секілді. Бұл сөз қандай кезде айтылады? Мысалға, бір адам жетістікке жетіп жатса, бір адамға бір мақтаулар болып жатса, оған жаңағыдай Аллаху акбар деп жаңағыдай дауыс көтеріп, сол адамның қуанышына ортақ болып, жаңағыдай кейде адам қуанады ғой, сол қуанғанда енді жарайсың, молодец деп айтамыз, әрқандай енді. Сол секілді, яғни ол адамға да Аллаху акбар деп мақтау білдіру секілді. Алла ұлық бәрінен, сонда жетістікке жетіп жатсың деген секілді. Екінші альхамдулилля. Альхамдулилля бұл жаңағы айтқанымыздай, бұл жерде мадақ мақтау, Аллах тағала барша мадақ мақтау Аллаға тән деген сөз. Барша мадақ мақтау бір Аллаға деген мағына береді. Бұл сөзді біз әрдайым жиі айтуымыз керек. Альхамдулилля. Біз айтамыз ғой, кейде жағдайын қалай десе, шүкірміз дейміз, шүкірміз. Яғни шүкірдің бір түрі. Альхамдулилля, Аллаға шүкір айту. Я Раббым, қызметіңе шүкір. Осы шүкірді айтқанда не мағынасы? Арабша мағынасы альхамдулилля. Біздің қазақ халқы бұны Аллаға шүкір, Аллаға тәуба деп осы сөзді әрдайым аузымен айтып отырған. Бұл сөздерді енді біз тек қана арабша мағынасын айтуымыз керек пе, жоқ әлде қазақша айтуға бола ма деп кейде сұрайды. Енді елдің барлығы бірде арабша біле бермейді, бәрі бірдей түсінбейді кейде. Кейде бұл сөзді айтуға тілі келмейтін кісілер бар. Сондықтан егер бір кісі бұлардың қазақша мағынасын айтса, Аллаға шүкір, Алланың бергені тәуба, барша мадақ Аллаға тән, Алла ұлық деп қазақша мағынасын айтып жүрсе де, ол адамға сауап жазылады деп айтылған ғалымдарымыз. Өйткені неге? Тек қана намазда ғана, намаздың ішінде ғана бұл сөздер арабша айтылу керек. Өйткені намаздың өзінде бар, арабша оқылады. Намаздың ішінде қазақша, немесе әркім өз тілінде оқи алмайды намазды. Сондықтан намазда ол бекітілген ғалымдар. Намаз тек қана араб тілінде оқылады. Өйткені оның артында жамағат бар. Ол жамағаттың ішінде әртүрлі ұлт бар. Әр ұлт өз тілінде жаңағыдай дінді Алла оқытатын болса, онда ол түсініксіз болып кетеді. Сондықтан бұл бәрі түсінікті болу үшін бір тілде. Мысалға біз Меккеге қажылыққа барған кезде, умраға барған кезде не істейміз? Бәрі бірдей намазға тұрады. Сол намаздың бәрі араб тілінде оқылады. Елдің барлығы оны түсінеді. Неге түсінеді? Өйткені намаз тек қана араб тілінде ғана оқылу керек. Сондықтан елдің барлығы не оқылып жатқанын біліп отырады. Ал енді ол жерде әркім өз тілінде оқитын болса, онда не болады? Түсініксіз болады құлшылық. Бір адамның артына барып ұялмайсыз. Бір адам артына барып намаз оқи алмайсыз. Ол тілін түсінбейсіз, не оқып жатқанын. Сонда Аллах тағала бұны болу мақсатын
бір тілде қойып қойған. Ал енді жеке құлшылықтарда жаңағыдай Алладан еске алу кездерінде Алла ұлы, Аллаға мадақ айтамын, Аллаға шүкір, астағфирулла, Алла мен күнәм кешірсін деген сөздерді адам өз тілінде айтуына болады. Өзіміз жаңағы альхамдулилля, біз әрдайым мынау суды, тамағымызды ішіп болған кезде, немесе бір ісімізді аяқтаған кезде Аллаға шүкір, альхамдулилля айтуымыз керек екен. Аллаға шүкір, ішкізген, жегізген, Аллаға шүкір, альхамдулилля. Қазақша айтуға болады. Немесе бір ісімізді жақсы аяқтасақ, альхамдулилля, Алланың жәрдемімен, Аллаға мадақ мақтау болсын, осы ісімді аяқтадым. Әрбір істің соңында, нәтижесінде Аллаға шүкір сөзді айтқан, бұл да дұрыс екен. Альхамдулилля. Бұның айтылатын орындарын айттық. Қай кезде айтылады? Осындай ас ішкен кезде, ішіп болғандан кейін, су ішіп болғандан кейін, яғни оның басында айттық, басында бисмилля тұрады, астың басында, судың басында, ал соңында, аяғында альхамдулилля. Аллаға шүкір, ішкізген, жегізген деп айтылады. Мақтау, мадақ білдіреді. Үшінші сөзіміз бұл жерде субханалла. Субханалла сөздің мағынасы Алла барша кемшіліктен пәк. Алланы пәктеу. Алла ешқандай нелерге жаратылыстан пәк деп бұл жерде пәктеу білдіру. Бұл да Алланы ұлықтаудың бір түрі. Бұл да жаңа айтқанымызда бір зікір. Бұның айтылатын орындары қандай кезде айтылады? Мысалға, адам кейде бір нәрсе қатты таңырқаған кезде, Алланы жаратылысында қатты былай, мысалы кейде біз әлемден бір жаңалықтар естиміз ғой, осындай жаңалықтар ашылып жатыр әлемде деп. Мысалға, сол жаңалықтар естіген кезде субханалла, таңырқаймыз да, Алланың не деген кемшіліктен пәк, осындай бір жаратылыстардан деген кезде осы сөздерді қолданады. Одан кейін тағы не бар? Көп қолданамыз. Иншалла деген сөзді айтамыз. Көп енді бұл жиі еститін сөздер. Иншалла деген елдің арасында қазір жастарымыз қазір дінге жақсы келіп жатыр ғой енді. Енді осы сөздерді кейде жастардың арасын байқаймыз, кейде орындарын ауыстырып қолданады. Қай жерде қолдану кейде білмей жатады. Енді жаңадан үйренгеннен кейін бұл сөздерді шатастырып жүреді арасын. Мүмкін жаңағыда енді қоғамда осы сөздерді қазір айтқанда жиі айтылатын болғаннан кейін соған қызығушылықпен кейде айтады жастар кейде. Сонда бұл сөздердің қай кезде айтылатындығын, қандай мағына беретінін білген дұрыс. Иншалла сөзі бір іске адам баласы уәде беретін кезде, мен осыны жасаймын деп айтатын кезде, бұйыртса, Алла нәсіп етсе, Алла маған нәсіп етсе, осы ертең жасаймын, немесе осы уақытта саған барам деген секілді біреуге уәде беретін кезде осы сөзді қосып айтуды әдетке айналдыру керек. Өйткені пайғамбарымызға кезінде, сол кездегі уақыттағы мүшриктер бір сұрақ сұрайды. Осы сұрақ не деп сұраған кезде пайғамбарымыз ертең жауап беремін, ертең келіңдер дейді. Сонда Алла тағала ескертеді. Сен біреуге уәде беретін кезінде, айтатын кезінде оларға иншалла деп сөзінде қосып айт дейді. Бұйыртса, Алла нәсіп етсе, мен ертең жауап беремін деп. Осылай айтуды Алла тағала Құранда үйреткен екен. Сондықтан бұл жерге иншалла деген сөздің мағынасы қазақша айтқан кезде нәсіп болса, бұйыртса. Бұл қазақтың несінде сөзінде бұл бұрыннан бар, бұйыртса деген сөз. Ол кейіннен кірген сөз емес. Алла нәсіп етсе, бұйыртса деген нәрсе, ол кәдімгі біздің әдеби нелердің барлығында келетін сөздің бірі. Енді бізде қазір араб тілінде еніп жатыр ғой, қазір жастарымыз оқып келіп жатыр, білім алып келіп жатыр, дінге қызығушылық келіп жатыр. Сондықтан кейде мынау араб тілінде айтылған бір қызық көрінеді жастарға қазір. Қалай мынау, енді кейде адамдар орысша білмесе ұялатын кісілер бар ғой, өзін бір орысша білмейтін, білдіргісі келмейтін нелер бар, ұялып тұратындар бар. Сондықтан бұл ұялатын нәрсе емес, ешқандай бір бұл жерде модада емес. Әркім өз тілінде бұларды айтуына болады. Ал біреу енді арабшасын айтып жатса, не үшін енді арабша айтып жатсың, араб тілін біліп кеттің бе деп, онда сынауға да болмайды. Сондықтан бұл жерде ондай не емес, сынайтын нәрсе емес. Мысалға, кейде мынау енді өзі психологияда, медицинада сондай терминдік сөздер бар ғой, оларды өзгерте алмайсың, оларды аудара алмайсың. Ол бүкіл әлемдік тілде сол термин қалыптасқан. Сол секілді араб тілінде де осындай немен қалған нәрсе, иншалла, машалла деген нәрселер, олар айтқанда термин секілді көруіміз керек қой, оларды енді осылай айтылады, бірақ мағынасын аударып айтсаңыз да болады. Всегда в тренде болатын сөздер дейсіз ғой, былайша айтқанда. Бұлар енді ол неден жоғалып түспейді бұлар енді. Енді тағы бір соңғы несі, бұл жерде енді несі қалды? Машалла деген қалды. Машалла деп айтады. Машалла. Иншалланың орнын айттық, иншалла деген нәрсе біреуге уәде беретін кезде, осы сөзді болашаққа бір істі жоспарлаған кезде айтылатын сөз. Иншалла деген. Алла бұйыртса деген мағына. Ал енді машалла деген сөздің мағынасы Алланың қалағанындай болды деген мағына білдіреді. Машалла. Мысалы, бұл қай кезде айтылады? Бұл сөздің айтылуы несі? Бір адам жетістікке қуаныш жетіп жатқан кезде, немесе бір сәбилерді көрсек, сәбилерді не үшін айтамыз?
оған жаңағы сөзіміз ауыр болып кетіп немесе қатты таңырқап көзіміз өтіп кетуден сақтану, осының алдын алу. Машалла, қалай алла тағала әдемі жаратқан екен, алла тағала қалағандай өзі сұлу бейне берген екен деп жаңағы кішкентай сәбилерге немесе бір жақсы зат көрген кезде осылай таңырқап машалла деп айтылады. Өйткені адамда көз тию ақиқат, көз тию бар. Бірақ қазақта сөз бар ғой, назар адамды мазарға, малды қазанға түсіреді дейді. Ол қазақтың мақалы айтылған. Адамға да көз тиеді, малға да көз тиеді, яғни малды қазанға, адамды мазарға түсіреді дейді. Сондықтан бұл көз тиюден сақтануымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көз тиюден бізді сақтанудың жолдарын үйреткен, дұғаларын бізге түсіндірген. Мысалға, әрбір адам күніге жатар уақытында немесе таңертең үйінен шығатын уақытта оқылатын дұғалар бар. Осы дұғаларды оқыған абзал. Мысалға, кешке үйінде ұйықтайтын кезінде пайғамбарымыз үйреткендей, мына алақанды жайып, осыған бізде оқылатын не бар? Фалақ, Нас сүресі бар. Құранның ең соңғы 2 сүресі бар. Фалақ, Нас сүресі. Осы сүрелерді оқып, алақанға өпіріп оқыған екен. Бүкіл денені адам баласы ысқылап шығу керек екен жатар уақытында. Сонда ол адам жыннан, жіберден, бақсы неден, бәрінен аман қалады екен. Таңды аман атырады екен. Түн ұйқысы тыныш болады деген сөз. Ал ертесінде таңертең адам жұмысқа шығатын кезде аятул курси деген дұғамыз бар. Бақара сүресінің ішіндегі қысқа бір дұға. Осы дұғаны оқып таңертең жұмысқа шыққаны абзал. Яғни әдетке айналдыру. Яғни біз білмейміз, алда барып келген жұмысқа не шығатынын, мүмкін көлігіміз апат бола ма, мүмкін біреу соғып кетеді ме, құлап қаламыз ба, білмейміз. Сондықтан осындай нәрселерден аман болу үшін осы дұғаларды оқып жүрген абзал адам өзіне әдетке айналдыру керек. Сонда кешке дейін ол адам жаңағы жындардың, шайтандардың жаңағы машалла деген сөзіміз түсінікті болды деп ойлаймын. Елдің жиі қолданып жүрген сөздердің бірі бар. Таңырқаған кезде айтылатын сөз машалла деу. Енді жаңағы шындығы ғой, вау, круто дегеннің бірден машаллах деп айтса, ол көз тиюге жақсы деп тұрсыз. Енді бұны осылай деп айтқанда, мысалы үшін, вау, круто деп мен қатты қалды ма, телефон соғып қалды ма? Керек ол маған не береді? Бұны мысалы үшін, вау, круто деп айтқан маған не береді? Машаллах деп айтқан не береді? Қандай, не үшін айтамын дегенім ғой. Енді ол жерде жаңа айтқан ол сөздің мағынасын өзі біліп тұрсыз ғой. Ол круто деп жарайсың деп айтылғанмен ол жерде ешқандай не жоқ. Олай айту арқылы біз көз тиюдің алдын ала алмаймыз. Машалла деу арқылы, машалла деп сөздің мағынасын айттық қой, Аллах тағала қалағаны болады. Аллах тағала қалаған кейпінде жаратады. Бұл сөздің астарында осы мағына бар да. Осы сөзді айту арқылы біз назарымызды, ойымызды жаңағы аятта Алланың айтқан сөзіне аударып жатырмыз мағынамызды, көңілімізді. Алла солай жаратты. Алла осы әдемі кейіпке келтірді деп жаратылысты ол адамның өзіне емес, Алладан көріп тұрмыз да. Адам өз келбетімен, өз бейнесімен әдемі болып тұрған жоқ. Аллах тағала солай оны әдемі бейнеде жарату арқылы ол солай болып тұр деп түсінеміз бұл жерде. Көреміз, Алла қаласа болады. Кез келген нәрсемізді Аллаға байлау арқылы жұмысымызға береке кіргізетін болып тұр ғой, дұрыс түсіндің ба? Одан кейін мына сөз баракаллаху фикум дейді. Мысалы біреуге бір жақсылық жасасаңыз, соңында баракаллаху фикум деп айтады мысалға. Баракаллаху фикум деген сөздің мағынасы Алла саған береке берсін. Біз енді алғыс айтамыз ғой, рахмет, немесе Алла разы болсын айтамыз ғой. Бұның араб тілінде мағынасы баракаллаху фикум деп айтылады. Бұл жерде де адамдар енді қолдап жатқан жастар кейде орын білмей қалады кейде. Баракаллаху фикум деген сөз мағынасы сіздерге Алла береке берсін. Көпшілік түрде айтылған. Көпшілік түрде айтады. Баракаллаху фикум. Кейде жеке адамға да осылай баракаллаху фикум деп көпшілік түрінде айтып жатады. Оны жеке түрде баракаллаху фик деп айтады. Саған Алла береке берсін деп. Бұл енді алғысты енді ол қазақша мағынасын айтса да болады, немесе Алла разы болсын айтса да болады, соның орнын толтырады. Сондықтан бұл сөзді енді бұл жерде қолданудың керегі жоқ деп айтпаймын, бірақ негізі түсінікті қазақша мағынасымен қолданған дұрыс. Елдің білетіні, елдің үйренген мағынасы, ол рахмет деп айтса да сол алғысты білдіреді.
Екінші баракаллаху фикум дегені Алланың берекесі жаусын деп мен бақылы дұға бұл жерде. Алғыс емес, ету бұл жерде ол. Енді мына осы кеше мен бірнеше күн бұрын жаңа неден ақпараттан оқып қалдым. Жаңа рилста бүйтіп қарап отырамыз ғой, бірінен кейін бір ақпараттар, видеолар қысқа шыға береді. Сол жерде жазған екен, астағфируллах деп жаңағы күніне бірнеше рет айтатын болсаң, 400 то ли 700 есімде жоқ әйтеуір. Айтатын болсаң қарызынан құтыласың. Жаңағы жолың ашылады, истихфар айтасың деген. Сол истихфар сол сөз ғой, иә? Сөйтіп айтсаң, жаңағы шаруаң жүзеге ісің алға басады деген сияқтылар жазған екен да. Осыны қалай түсінеміз? Истихфар деген сөздің мағынасы Алладан жарылқау тілеу. Алладан кешірім сұрау. Ол истихфар айтады. Ол истихфар қай сөз? Ол астағфируллах. Мен Алладан кешірім сұраймын. Мен Алладан жарылқау тілеймін деген сөз. Мағынасы, қазақша мағынасы. Енді Аллах Тағала қасиетті Құран кәрімде былай айтады: сендердің бастарыңа келіп жатқан сынақтар, бәлекеттердің барлығы өздерінің қолдарымен істеген күнәларының кесірінен дейді Құранда. Яғни өздерінің жасаған қателіктерінің күнәларының себебінен сендердің жолдарың жабылып жатыр. Кейде айтамыз ғой, жолым болмай кетті, жолымды ашып беріп айтады. Ол жолды ашу, жол қалай ашылады? Жол күнәні тоқтатып ашады деген. Адам күнәсін тоқтатса, Алладан истихфар жарылқау тілесе, Аллах Тағала оның жолын ашады екен. Ол истихфарымыз жаңағы астағфируллах. Тек қана құр астағфируллах емес, алдымен күнәні тоқтату керек. Біз тәубе деген тақырып бойынша тәубе Алладан кешірім сұрау, тәубе деген нәрсе. Кешірім сұрау, ол тәубенің шарты бар. Тәубенің шарты адам әуелі сол күнәсін тоқтату керек бірінші. Күнәсін тастамайынша ол адам тәубесі қабыл болмайды. Екінші, күнәсіне өкіну, жаңа істеген ісіне өкініш білдіру керек. Үшінші, Алладан истихфар, жарылқау тілеу. Осы үш нәрсе тәубенің негізгі шарты екен. Ол шарттың негізі біріншісі көрдіңіз бе? Адам күнәсін тоқтатпайынша ана сөзді қанша айтса, ол пайдасы жоқ. Көрдіңіз бе? Адам ішімдік ішеді, бірақ артынан астағфируллах деп қояды. Ол пайдасы жоқ ол сөздің. Алдымен ішімдікті адам қояды, Алладан өкінеді, істеген ісіне, және артынан Алладан кешірім сұрайды: я Раббым, менің күнәмді кешір деп, Алладан күнәсіне тәубе етеді. Бұл истихфар. Истихфар ету арқылы адам баласы өзінің жолын ашады. Өйткені айттық қой, жолдың байлану себебі ол күнәлардың көбейгенде болады. Күнәлар қаншалықты азайған сайын адамның жан дүниесі тазарады, жүрек нұрланады деген. Адамның жүрегі тазаланғаннан кейін ол адамның ойы, іс әрекеті бәрі жақсылыққа қарай кетеді. Жақсы нәрсе ойлайды, біреуге жақсылық ойлайды, және біреуге жақсылық жасай біледі. Яғни оның барлығы не? Жаңа жүректің тазарғандығынан. Бір адамға, мысалы айтайын, ең қарапайым нәрсе, бір досыңыздың қуанышына қуана алмау, оның өзі қасірет. Қарасаңыз, жан жақсы досыңыз қуанып жатыр, үлкен жетістікке жетіп жатыр, бірақ сіз қуана алмайсыз досыңыздың қуанышына. Бұл не деген сөз? Ол адамның айтқанда жан дүниесінде әлі таза емес. Көреалмаушылық бар. Досының жетістікке жете алмай жатыр. Неге ода болып жатыр, менде болмай жатыр деп күндеп жатып айтқанда. Сонда осындай нәрселерден біз барынша арылуымыз керек екен. Ал енді жүрегі таза адам досының қуанышына да, қайғысына да қайғырып, әрі қуанышына ортақ болып қуана алады. Негізі солай болу негізі. Бұл адамның іс-әрекеті. Астағфируллах деген сөздің мағынасы өзіміздің қазақша дейді, астағфируллах деп кезіндегі әжелерімізді бәріне естіп жатады деп осы сөзді. Яғни осы тікелей мағынасы Алладан кешірім сұрау. Пайғамбарымыз өзінің хадисінде айтады: мен күніге 70 рет, бір хадисте 100 рет Алладан жарылқау тілеймін дейді хадисте. Пайғамбарымыздың күнәлары кешірілген күйде, яғни үмметіне жақсы әдет болу үшін, үмметіне сабақ болу үшін осылай бізге үйретіп жатыр. Күніге 70 болсын, 100 болсын, адам осында өзінде әдетке айналған дұрыс. Яғни Алладан жарылқау тілеген сайын адамның күнәсі кешіріледі. Кімде-кім бір мәрте Аллаға істеп айтатын болса, оның бір күнәсі кешіріліп, және 10 дәрежесі артады дейді. Яғни бұл сөзді айту, айтқанда ғибадат, құлшылық, зікір, Алланы еске алу, бұл сөз айту. Яғни өзіңнің шаруаң үйлеспей жатса, жұмысың жүрмей жатса, яғни сол осы сөзді алдымен күнәні тоқтату, айту, және сену ғой енді. Өкіну Алладан кешірім сұрау, иә. Түсінікті. Енді мына жерде сұрақтар болды, қазір сұрақтарды бір қарап жүре қояйын, иә, қыптай, 1-2 секунд, 1 секундтай. Жаңа бір сұрақ болды, машаллах деген сұрақ болды, оған біз жауап бердік. Одан кейін тағы да бір сұрақ. Ауызашарда, бектерде де арабша айтпай, қазақша мағынасын айтуға болады. Мына айтатын сөзі бар ғой, ауызашар дұғасы, ауыз бектеу дейтін. Қазақша болады. Қазақша мағынасын айтуына өзі қазақша мағына тұрады аударылған. Соны айтып, я Раббым, сенің разылығы үшін ораза ұстадым.
саған тәуекел еттім, ертеңгі ораза ұстамау үшін жәрдем бер деп осылай дұғаны қазақша айтуына болады. Дұға адамға өзінің не қажет соны сұрау. Қай тілде ыңғайлы өзінде арабша білсе арабша, арабша білмесе қазақша. Дұғаның ең негізгі нәрсесі жүректен шығу, жүректен шығу. Қазақша болады жасау. Енді Ардақ мырза, менде мынандай сұрақ бар. WhatsApp желісіне кеше келді, ұзақ аудиомен жазған бір танысым жіберген, сен осы имамдармен шығып жатсың ғой, осыны сұрап берші деді. Мен сізге былай қысқа түсінгенімді айтайын, иә? Мен ұзақ аудиомен жазған екен, осыны маған сұрап берші деп. Қазір осы эфирде отыр екен. Былай дейді: мен намаз бастадым дейді. Басында 1-2 жыл таң намазын оқыдым. Қазір соңғы 2-3 ай болды 5 мезгіл намазды оқып жүрмін дейді. Бірақ мысалы үшін дейді, көбінесе кешкі құптан намазын оқуды кейін оқимын. Үйде шаруа оқып қалады, қонақ келіп қалады. Содан кейін кішкентай балалары бар. Баламды еміз тастап, сосын бүйтіп тастап, сөйтіп тастап оқимын деп жатасыз ғой. Енді баланы жатқызамын, немесе там шаруамды реттеп тастайын, айтып тастайын, бүйтіп тастайын деп жүрген кезде үнемі менде құптан намазы қалып қояды дейді. Оқылмай қалады. Қазір оқимын деп жатасың, ұйықтап қаласың, көзіңді ашсаң таң болады деген сияқты. Постоянно сондай болып жүрді екен. Бір емес, екі емес, уже жаңағы көп қалып қойдым дейді. Енді тарауих намазын бір оқысам, бір оқи алмаймын дейді. Тоже жаңағыдай уақыт келмей қалады, үйлеспей қалады. Енді мен өзім тақуалығым аса бір оқып жатқан жоқпын дейді. Енді менде сұрақ дейді: мен ары қарай 5 мезгіл намазды бәрін оқымай қалсам ба деген сұрақ болады. Ой болады дейді. Енді мен дұрыс несін орындамай жүрмін дейді. Жаңағы бесеуін уақытында мүлдем оқымасам қалай болады? Ал енді мына жерде қалып қойған нәрсені ол қалай оқысам болады? Осыған бір сұраққа жауап таппай жүрмін дейді. Өзім барып аяқтай сөйлесетіне мүмкіндігім жоқ деп жаңағы ұзақ аудио келген маған. Мен соны жеткізіп жатырмын сізге. Бұл сұрақ орынды сұрақ. Кейде жаңадан бастап жүрген кісілерде бір жиі болып жатады. Күндіз 5-ін оқи алмаймын деген секілді ыңғай болмай жатады. Енді ол адам осылай намаз оқып жүр екен, Алла разы болсын, Алла қабыл етсін құлшылықтарын. Бірақ енді жаңадай бір намазымды кешіктіріп жатырмын, ұмытып кетіп жатырмын деп бүкіл намаз тастап қою бұл дұрыс емес. Бүкіл намазды тастап кету ол күнә болады. Намазды тастауға болмайды. Намаз бастағаннан кейін оны арғы намазы айтқанда жалғастыру керек, әрдайым оқылу керек, оқып жүру керек. Бұл жерде енді бұл кісі мүмкін дегенше Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде намаз уақытында парыз. Уақыты кіргеннен дереу сол намазды оқып алуға тырысу керек. Уақыт қалай болсын уақыт тауып, ретін тауып, сол уақытты кейінге қалдыру уже ол нағады, шайтан алдап оны ұмыттырады. Жұмыс артына жұмысын шығара береді. Анау білсе ананы көрсетіп қояды, ана ой ғой, бәрі ойда. Ой арқылы осының бәрі үйіп қояды алдына. Сол бәрі ойдың бәрі үйіліп тұрғаннан кейін арасында намазды ұмыттырады да, ойдың ішіне алып тастайды намазды. Сондықтан үйіне келген кезде мысалға бізде бәрі сотканың барлығында не бар? Телефонда намаздың уақыттары кіріп тұратын азан шақыратын не бар? Приложениесі бар. Соларды қосып қойып, азан шақырған кезде міндетті түрде арасында 10 минут, 15 минут уақыт тауып, бір жерге ыңғайлап намазды оқып алу керек уақытында. Ал оны кейінге қалдырған кезде жаңағыдай болады да. Әр шаруалар жұмыстар, қонақ, мына Рамазан айында қазір қонақтың қазір енді ауылда шаруа несі бар, адам жүріп қалады, қонаққа барады деген секілді. Сосын енді тарауих намазын жаңағыдай бірде оқып, бірде оқымай жатырмын деп отыр ғой. Бірде оқымай қалғаннан гөрі жаңағыдай мүмкін болса уақытын ыңғайлап, енді ол кісі енді үйде болған жеке оқиды, өзі оқып жүргеннен кейін уақытын ыңғайлап, ең жоқ дегенде 8 рәкатты оқу керек, жоқ дегенде. Негізі тарауих намазы 20 рәкат. Бұл апа енді уақытын тапшылығына қарай қатты қинап жүргеннен кейін мүмкін болса сол 8-ді оқу керек, жоқ дегенде. Өйткені бұл Рамазан айында жылда бір келетін тарауих намазы болғаннан кейін онда жаңағыдай бір күн оқып, бір күн оқымай үзгенден гөрі жаңағыдай тұрақты түрде жаңағыдай жеңіл қылып 8 рәкат оқыса, оның өзі тастап қойғаннан гөрі оқыған бір абзал сауапты іс болады. Пайғамбар хадисі бар, амалдың ең жақсысы, ең хайырлысы аз болса да әрдайым жалғасында болған дейді. Сондықтан жаңағыдай аз болса да жаңағыдай тек парызын оқып алып, аз болса да тек жаңағыдай 8 рәкатын болса да оқып алып, ыңғайын тауып тұрса, бұның өзі ол кісіге үлкен сауап. Аллах тағала ниетіне қарай тығырықтан шығатын жол нәсіп етеді. Бұл жердегі ең біздің ниетіміз. Біздің ниетімізде оқуға деген ынта болып тұрса, Аллах тағала сонша шаруаның ішінде уақытты тауып беріп қояды бізге. Сондықтан жаңада намау керек, ниетті үзбеу керек. Үмітті үзіп, мен лучше тастай салайын, лучше оқымай қоя салайын деген сөзді ол ойда алып тастау керек. Бұл ойдың өзі адамға жаңағыдай нәпсіден келеді. Нәпсіге жақпайды ғой, нәпсіге ауыр келеді намаз оқу. Тем более оның ішіндегі не кешкі уақытта, сағат қазір уже құптан намаздың уақыты 10-ға таяп жатыр қазір. Кеш болған сайын адамға ауыр келе береді. Жұмысы бар секілді. Осы нәрселер шайтан, нәпсі бар. Жатып демала қойсай, ертең жұмысың бар, ертеңгі шаруаның бәрін алға үйіп тұрады да ойландырып.
Дәл осы сұрақ қойған жаңа WhatsApp-қа тоже жазып жатыр екен, иә, маған былай дейді: егер тарауих намазын бүгін түнде оқымасам, таңертең қазасы сияқты етіп өтеуге болады ма? Жоқ, тарауих намазы қазақша жоқ бұл жерде. Бұл намаз қазақша жоқ. Сол үшін ғой жылда Рамазанда бір келетін нәрсе, тарауих намазы бекітілген сүннет. Сүннет адам қаласа мешітке барып жамағатпен оқуында болады, қаласа үйінде жеке өзі оқи беруінде болады. Ол сүннет айтылады. Түсінікті. Қазір бір сұрақтарды бір қарап тексеріп жібере қояйын. Енді аса бір айтылып қойып жатыр, тарауих намазына ораза ұстап жүрген жандар ғана баруға бола ма дейді. Тарауих намазына ораза ұстап жүрген жандар ғана бару керек па, әлде ұстамағандар да барса бола ма? Телефон соғып қалдым екен, әлде айналып қалдым екен? Ардақ мырза? Менің дауысым сіздерге естіліп жатыр ма? Шығып кетті, қайтып қосыла қойса жақсы болған еді. Что-то үзіліп кетті. Егерде сіздерде сұрақ болып жатса, айтсаңыздар болады. Мен қазір приглашение жібердім, қатып қалды. Все. Телефон соғып қалды ма? Байланыс Олай шығады. Жаңа бір сұрақ болды еді, қайда кетіп қалды еді? Оқыдым. Ораза ұстап жүргендер бара ма, ұстамасында бара берсе бола ма деген. Тарауих намазында, енді ол намаздан құлшылық бір түрі болғаннан кейін, ораза ұстамағанда да бару керек. Оған да міндет. Өйткені неге? Ол барша мұсылманға міндет болған намаз ғой енді, құлшылық болғаннан кейін. Ораза ұстамаған адамда тарауих намазына қатысуында болады, қатысу керек. Жалпы мұсылманның 5 парыз болатын болса, ораза ұстау, намаз оқу сол 5 парызға кіретін міндеттер болып табылады. Енді эфирге уақыт бөлгеніңізге, келіскеніңізге көп рахмет айтамын, Алла разы болсын. 1000 алғыс. Бір ауыз сөзбен эфирді қорытындыласақ. Енді Аллах Тағала баршамызға осы қасиетті айдың сауабынан махрум болудан сақтасын. Баршамыздың ниетімізді, дұғамызды Алла қабыл етсін. Қазіргі мынау осы әлеуметтік желі арқылы, осы байланыс арқылы елге үлгі болу үшін, елдің бір осындай бір жақсы ақпаратпен бөлісу мақсатында жүргізген сұхбаттарыңызға Алла разы болсын. Жалғасымды болсын. Тек Рамазан айында емес, алдағы уақытта әр жұмада бір мәрте осындай сұхбат арқылы халыққа, елге бір дінді жеткізудің бір жолы бұл да. Осындай бағдарламаны жалғаса берсін. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Рахмет сізге көп. Қымбат, бізге берілген осымен тәмам. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, міндетті түрде комментарийға болсын, сториске болсын, сол арқылы жазсаңыздар болады. Сіздерді масалаған сұрақтарға жауап алатын боламыз. Ертең сағат 15:00-де эфирде амандықпен жүздесейік. Көріскенше күн жақсы болсын.